Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ассортиге қоюға болатын сәбізден рулет жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен тазартылған, жуылған сәбізімізді үккіштен өткізетін боламыз. Мейлінше майда үккіштен өткізгендеріңіз абзал. Майда үккіштен өте әдемі болып шығады. Осылайша барлық сәбізімізді өткізіп аламыз. Газге табамызды қойып, 3 ас қасық сұйық май және де азғантай сары май саламыз. Майымызды қыздырып, сәбізімізді қуыратын боламыз. 2 минут сайын араластырып отырамыз. Баяу отта қуырамыз. Қуырып жатқанда дәміне қарай тұз, бұрыш салатын боламыз. Және де сәбізімізден суы бөлінеді. Сол кезде пісті деген сөз. Сәбізімізді бөлек ыдысқа саламыз. Толықтай суу қажет. Енді салқын жердегі тоңазытқыштағы жұмыртқамызды ағы мен сарысынан бөліп алатын боламыз. Жұмыртқамыз салқын болса, жақсы тез бөлінетін болады. Жұмыртқамыздың ағын миксердің көмегімен көлемге келтіретін боламыз. Ақ көбік болып, ешқандай қоспаймыз. Енді жұмыртқаның сарысын сәбізімізге жақсылап араластырамыз. Бірінші сарысын толықтай араластырып аламыз. Араласқан сәбізімізді жұмыртқаның ақуызына жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Кейіннен сапалы пергамент қағазына төсейтін боламыз. Пергамент қағазының сапалы болуы шарт. Егерде сапасыз болса, қағазымызға сары майы жағамыз. Осылайша біркелкі етіп орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Енді салмасына творожный сыр мен укропты араластыратын боламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Духовкадағы рулетімізге қарап тұрамыз. Пешіңізге байланысты 10-15 минутта піседі. Және де осылай суығаннан кейін пищевой пленкаға рулетімізді
төсейміз. Міндетті түрде пищевой пленкаға төсейміз. Салмасын біркелкі етіп жағып шығамыз. Енді ауа қалмайтындай етіп орап шығатын боламыз. Тоңазытқышта 2-3 сағат немесе бір түнге қалдырасыздар. Мінекей рулетіміз дайын болды. Менде бір түн тұрды холодильникте. Енді кесіп, тарелкаға салып, ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын баршаңызға. Егерде рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта оңай әрі жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын баршаңызға.